Біз құқықтану мамандығының 2-ші курс студенттері Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша кәмелетке толмағандарға қатысты құқық нормаларын саралап, оларға сұрақ-жауап ретінде түсінік бердік. Жеке тұлға ұғымына анықтама берсеңіз. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 12-ші бабы жеке тұлға ұғымын ашып көрсеткен. 12-ші бап бойынша жеке тұлға дегеніміз Қазақстан Республикасының азаматтары, басқа мемлекеттің азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар жеке тұлға болып танылады. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша кәмелетке толмағандардың құқықтық қабілеттілігі туралы түсіндіріп өтсеңіз. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде кәмелетке толмағандардың құқық қабілеттілігін жеке саралаған норма жоқ. Десек те, жалпы азаматтардың құқық қабілеттілігі айқындалған норма бар. Ол 13-ші бап. 13-ші бап бойынша азаматтың құқық қабілеттілігі туған кезден басталып, қайтыс болған соң тоқтатылады. Азаматтық құқықтық норма құқық қабілеттілік барлық азаматтарға бірдей деп танылатынын көрсеткен. Осы жерде есте сақтайтын нәрсе, бұл норма кәмелетке толмағандардың құқық қабілеттілігінде тікелей қатысты дегендікті білдіреді. Айтыңызшы, 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандардың әрекет қабілеттілігі қалай жүзеге асады? Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 22-ші бабында 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мәмілені заңды өкілінің келісімімен жасайды. Мұндай келісімнің нысаны заңдарда кәмелетке толмағандар жасайтын мәміле үшін белгіленген нысанда жасалуы тиіс. 22-ші баптың 2-ші тармағы 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар өздерінің табыстарына, стипендиясына, өзге де кірістеріне және өздері жасаған интеллектуалдық меншік құқық объектілерінде өз бетінше билік етуге, сондай-ақ тұрмыстық ұсақ мәмілелер жасауға құқылы екендігі айтылған. Бұл жерде еске түсірсек, заңды өкілі ретінде кәмелетке толмағанның ата-аналары, асырап алушылары немесе оларды алмастыратын қамқоршы немесе қамқоршы және қорғаншы ұйымдарының өкілдері танылады. Мәміле азаматтар мен заңды ұйымдардың азаматтық құқықтар мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге және тоқтатуға бағытталған әрекеті болып табылады. Мәміле жасау үшін ұсыныс, ниет, екінші тараптың келісімі қажет. Кәмелетке толмағандардың әрекет қабілеттілігі жайында тағы бір сұрақ. Нақтылай кетсеңіз, азаматтық заңда кәмелетке толмағандардың әрекет қабілеттілігін шектеу қарастырылған ба? Әрине қарастырылған. Азаматтық кодекстің 22-ші бабының 3-ші тармағы кәмелетке толмағандардың әрекет қабілеттілігін шектеуге нақты тұжырым жасаған. 22-ші баптың 3-ші тармағы жеткілікті негіздер болған жағдайда сот кәмелетке толмаған адамның өз табысына, стипендиясына, өзге де кірістеріне және де өзі жасаған интеллектуалдық меншік құқығы объекттеріне өз бетінше билік ету құқығын немесе ол құқықтан айыруы мүмкін деп көрсеткен. Бұл жерде шектеуге нақты негіз болуы керек. Ол негіз мысалы кәмелетке толмағандардың оқудан шығуы болуы мүмкін. Оқудан шығуы ай сайын беріліп отыратын шәкіртақы стипендияның тоқтауына алып келеді. Айтыңызшы, әрекет қабілеттілігі мен құқық қабілеттілігі арасында қандай айырмашылық бар? Бұл жерде бір айырмашылық, айтып өткеніміздей, құқық қабілеттілік туғаннан бастап пайда болса, әрекет қабілеттілік 18-ге толғаннан кейін ғана пайда болады. Кәмелетке толмағандарды құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігінен шектеуге бола ма? Әрине болмайды. Азаматтық кодексінің 18-ші бабында жалпы құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін шектеуге жол бермеу қарастырылған. 18-ші баптың 1-ші тармағында ешкімнің де әрекет қабілеттілігі мен құқық қабілеттілігін шектеуге болмайды деп көрсеткен. Бұл кәмелетке толмағандарға да қатысты. Бұл жерде ескеретін жайт, шектеу заң құжаттарында көзделген реттер мен тәртіп бойынша ғана болуы мүмкін. Оны жүзеге асыратын сот. Айтыңызшы, эмансипация нені білдіреді? Эмансипация кәмелетке толмаған адамды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау дегенімізді білдіреді. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 22-ші бабы эмансипацияны 3 жағдайда қарастырады. Біріншіден, 16 жасқа толған кәмелетке толмаған адам, егер ол еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін болса, немесе заңды өкілінің келісімімен кәсіпкерлік қызметпен айналысатын болса, онда ол толығымен әрекетке қабілетті деп жариялануы мүмкін. Екіншіден, кәмелетке толмаған адамды толық әрекетке қабілетті деп жариялау, оның заңды өкілдерінің келісімімен, қорғаншы және қамқоршы органның шешімімен, не ондай келісім болмаған жағдайда соттың шешімімен жүргізіледі. Үшіншіден, эмансипацияланған кәмелетке толмаған адам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жас шектеуі белгіленген құқықтар мен міндеттемелерді қоспағанда азаматтық құқықтарға ие болып, міндеттемелерді мойнына алады. Тағы бір есте сақтайтын жайт, заңды өкілдер эмансипацияланған кәмелетке толмаған адамдардың міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандардың
Жас балалардың әрекет қабілеттілігі туралы не дейсіз? Азаматтық кодекстің 23 бабының 1-ші тармағында қарастырылғандай, 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған жас бала үшін мәмілелерді олардың атынан заңды өкілдер жасайды. Тек 1-ші тармақ бойынша ең басты ескерілетіні 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған жас бала үшін мәміле жасау тек заң шеңберінде ғана жүзеге асады. 23-ші баптың 2-ші тармағы бойынша 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған жас балалар өз жастарына лайықты жасай салып орындалатын ұсақ мәмілелерді өз бетінше жасауға құқылы. Азаматтық құқықтық жауапкершілік дегеніміз не? Азаматтық құқықтық жауапкершілік шартта немесе заңда көрсетілген ретте жүктелген міндеттемені бұзған үшін субъектіге қолданылатын мүліктік өндіру немесе мүліктік салмақ салу нысанында болып келетін жауапкершіліктің бір түрі болып табылады. Осы жерде нақтылай кетсек, азаматтық құқықта субъект ретінде азаматтар мен заңды тұлғалар танылады. Азаматтық заң бойынша кәмелетке толмағандар жауапқа тартылуы мүмкін бе? Өте орынды сұрақ. Сұрағыңызды нақтылай кетсек, кәмелетке толмағандар жауапқа тартылмайды, жауап береді. 22-ші баптың 4-ші тармағына сәйкес 14 жас пен 18 жас аралығындағы кәмелетке толмағандар өздерінің жасаған мәмілелері бойынша дербес жауапты болады. Және де өздерінің келтірілген әрекеттерінің зияны үшін азаматтық кодексінің ережелері бойынша жауапқа тартылмайды, жауап береді. Тағы қайталап өтсек, азаматтық заң бойынша кәмелетке толмағандар жауапқа тартылмайды, жауап береді. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.